Сәлеметсіздер ме? Мен зерттеуші байқауының қатысушылары Атамекен жалпы білім беретін мектептің мектеп алды даярлық топ жетекшісі Жылқышева Ләззат және менің тәрбиеленушім Нұрмұхамбет Абзал. Апай, біз қайда келдік? Біз Жылыжайға келдік. Бұл жер Абзал Жылыжай деп аталады. Бұл жерде әртүрлі көкөністер өседі, қиярлар бар, қызанақтар бар. Біз қазір сол жерде қиярды қасиеттерін зерттейтін боламыз. Апай, мен қиярды қатты жақсы көрем. Қиярды қалай отырғызады? Абзал, саған қиярды отырғызу үшін қазір атаң көмектесетін болады. Қиярды қалай отырғызамыз, топырақты не істейміз? Атаңды көмекке шақырып, атаңмен бірге жұмыс жасайтын боласың. Кеттік пе? Не, балам, қиярды егу үшін ең бірінші жерді жақсылап жұмсатамыз, топырағын. Мынандай қылып, міне. Сосын топырағын жұмсатқаннан кейін топырақты бүйтіп аламыз, мынандай қылып, міне. Сосын алған жерімізге жаңағы қиярдың дәнін тастаймыз, тұқымын. Мына жерге тұқым тастайсың. Кейін жаңа алған топырағымен бүйтіп үстін жауып, үстін бүйтіп нетесің, ауа кірмейтіндей қыласың. Яғни сосын суарасың, су құясың. Сосын қияр көгереді сөйтіп. Міне, көрдің бе? Міне, тұқымды аламыз, бүйтіп үш түйірін тастаймыз, міне. Көрдің бе? Сосын мына жаққа да үшеуін тастаймыз. Міне. 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 Енді соны көмсен үстін. Жаңа беліңмен. Міне бүйтіп көмесің, қара. Міне. Әне, сөйтіп көмесің. Әне. Мына жерге қой. Әне. Әне бол. Әне болды, сөйтіп қой. Мына тұқымды көп қылып салсам болады ма? Мұны көп салуға болмайды. Азғантайдан екеуден салу керек. Сосын жылы су құю керек. Сөйтіп егесің, сонда жақсы қияр көгереді. Жылы су құйып тұру керек. Апай, қиярды енді отырғыз болдық. Енді қиярды қашан жейміз? Абзал, қиярды біз отырғыз болғаннан кейін, ол қияр 40 күнде және 50 күннің аралығында пісіп үлгереді. Міне осындай болып, мына қиярларды көріп тұрсың ба? Иә. Көрші мінекей. Міне өсіп тұрған қиярлар осындай болып, піскеннен кейін осындай болып өседі. Біз бұл қиярларды піскеннен кейін жинап алатын боламыз. Міне бұл пісіп уже бізге жеуге жарамды деген сөз. Қияр үлкен болып піскен. Абзал, қиярдың бар ғой, адамға өте пайдасы көп адам ағзасына. Қиярдың құрамында 95% су, әртүрлі дәрумендер, әртүрлі минералдар өте көп. Қияр біздің ағзамыздағы әртүрлі жаман зиянды заттарымызды сыртқа шығаруға көмектеседі. Қан қысымын реттейді, жүрек соғысын реттейді. Қиярдың бізге осындай көп деген пайдасы бар екен. Абзал, саған бүгінгі қиярды отырғызу, қиярдың қасиеттерін зерттеу ұнады ма тәжірибеміз? Иә. Апай, қиярдың пайдасы өте көп екен. Апай, мына қияр күшті болып өсіп тұр екен. Мен бүгін көп заттарды үйрендім. Абзал, саған бүгінгі зерттеу сабағымыз ұнады ма? Саған бүгінгі зерттеу сабағымыз ұнаған болса, сен бүгін мінекей осындай жылыжайменен таныстың, жылыжайдағы әртүрлі көкөністермен таныстың, қиярды қалай отырғызу керектігін, қиярдың қалай өсіп тұрғанымен таныстың. Енді келесіде Абзал, атаңмен бірге қосылып, сен де өзің үйіңнің алдына осындай қиярларды өзің отырғыза беретін боласың. Жарайсың, Абзал.